Көптен күткен әлемдік және дәстүрлі діндер съезі елордаға міне 7-ші мәрте келіп отыр. Жаңалықтардың көпшілік көрсетпейтін қызықтарды ердана арнайы сіздер үшін ұсынады. Пандемиядан кейінгі бейбітшіліктің жаңа формуласы. Аумалы төкпелі тұрақтылығынан өзгерісі көп заманда дінбасылары осы тұжырымды қайта анықтауға бас қосты. Дегенмен шара оқыс оқиғасыз болмады. Президенттің сөз сөйлеуіне бірер минут қалғанда кіреберісте бір кісі талып қалды. Абырой болғанда дәрігерлер дереу жетіп келіп, науқасты жедел жәрдем көлігіне тапсырды. Негізі бәрі ойдағыдай жүріп жатты. Тек Рим папасы келген соң Тоқаевтың орнына ұмтылмасы бар ма? Біреулер шатасып кеткен десе, енді біреулер понтифик күздегі сайлауға қатысқысы келді ме деп езу тартты. Әйтеуір Франциск мырзаның келуімен қалатау ауысып кетті ғой. Жұрт соны тұспалдаған болу керек. Әзіл-әзілімен халықтың шын ықыласы Ватикан басшысының жиында сөйлеген сөзі кезінде ерекше асқақтағандай болды. Домбыраға қызығушылығы бар католик шіркеу лидері Абай философиясын тілге тиек етті. Жан мен сананың тазалығына абайша мән беруге шақырды. Жаратушы хикметін тануға бағытталған 38-ші қара сөзден ой толғады. Әлем назары осы дөңгелек үстелде болғанда пресс-рум мен съезд айналасында 500-ге жуық бақ өкілі тынбай қызмет етіп жатты. Оның 200-і шетелдік азамат. Бәрі жабылып баспасөзге мақала, телевизияға сюжет, тіпті шара жанынан тікелей қосылымға да шығып отырды. Осы пресс-румда жұмыс істеу өте ыңғайлы. Тікелей эфирде де осы жерден хабар таратып жатырмыз. Іштегі айтылған әңгіменің мағынасы терең, сөз саптауы салмақты. Журналист ретінде польшалықтарға барынша қарапайым тілге аударып, ақпарат беруге тырысып жүрміз. Жұрт назарын саммит арасында ұрлап әкеткен тағы бір мықты Димаш Құдайберген. Съезд аясында өнер көрсетіп жүрген мега жұлдызды дін өкілдері де, бақ өкілдері де жапа-тармағай суретке түсуге шақырды. Алайда әншінің аузынан бүгінге тек ән ғана шығу жоспарланған сияқты, сұхбат бермеді. Сондай-ақ съезд асабасы ретінде тағы бір жұлдыз көзге түсті. Талантты актер Дәурен Серғазин қазақ және орыс тілдерінде жүргізушілік қызмет атқарды. Еңбек түтіні мына дүңгіршектерден де шығып жатты. Қызу қарбаласта отырған ілеспе аудармашылар әр спикердің сөзін іліп тәржімалап әлек. Бір-бірін алмастырып, ауысыммен жұмыс істейтін миы мықтыларды мен де сөзге тарттым. Адамның миы шаршайды, адам шаршайды физикалық тұрғыдан да. Демалып тұру керек. 5-10 минут, жаңағы 15-20 минут жұмыс істегеннен кейін 5-10 минут кішкене демалу керек. Жаңа поп Франциск итальянша айтты. Сіздердікі түркше, қазақша. Итальяншадан сізге тағы бір аудармашы бар ма? Итальяншадан орысшаға аударма жасалды, орысшадан қазақша аударма жасалды. Біз қазақшадан алып түркшеге аудардық. Үлгердіңіздер ме? 3-4 рет. Бұл үлгеру керек, үлгеріп отыруға тырыстық. Әдетте осындай жиындарды ақша көп жұмсалатын жай ғана бір съезд, саммит деп қана сипаттап жатады, бірақ архиепископ Томаш Пета бұған жақсылап жауап берген секілді. Съезд жұмыс күші мен ақшаны талап етеді, бірақ екі ел арасындағы 2 минуттық соғыс адам шығынын есептемегенде тіпті материалдық жағынан да әлдеқайда құнды болып шығады. Бейбітшілік пен келісімді сақтау үшін бейбітшілік орнату, ақша салу, осындай шараларды қабылдау қажет. Қазақстан өз мүддесі үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін бейбітшілікті құру арқылы дұрыс әрекет етіп жатыр. 7 рет өткен съездің тағы қандай пайдасы бар екенін жиынға қатысқандардан сұрап көрдім. Құлақ түріңізші. Кроме документа, который... Декларация болып жарияланатын құжаттан бөлек барлық нәтиже көзге көрініп тұрған сияқты. Осыншама дін көшбасшыларының келуі, Рим папасы мен атақты Әл-Азхар мешітінің бас имамының да болуы өте үлкен жетістік. Здесь был и папа Франциск. Меніңше, осы дәл осы бүгінгі съезд тағы да өте үлкен позитивтік ықпал береді. Әсіресе мемлекеттің ішіндегі және мемлекет аралық қарым-қатынастарға. Біз бүгін қауіпсіздік пен ынтымақтастық туралы айтамыз ғой. Сол себептен міне осындай диалоговый площадкалардың, диалогты орнататын жерлердің мәні орасан зор. Осында бас қосқан дін басшыларынан көп нәрсе үйренуге болады. Олар түрлі соғыс пен дағдарыстың куәсі болған. Соның өзінде де бір үстелдің басында отыр. Бұдан түйетініміз диалогқа келудің маңызы, соғысудан ешкім жеңбейді. Мен осы съезде
мынау Ахмад Тайып келген қонақ, мынау Азхар университетінің шейхінің сөзіне мән бергім келіп отыр. Ол кісі мақсатымыз барлық әлемдік діндерді бірдеңге біріктіру емес дейді. Ең бастысы адами құндылықтарды алға тартып, бауырмашылдық, сыйластық, сонымен қатар бір-бірін құрметтеуден тұрады дейді. Actually, in my mind, it's a very strong Съездің message месседжі өте күшті, әсіресе саясаткерлерге. Мысалы, Еуропаның шенділері бір-бірімен араздасып, бет көріспей кететін кездер бар. Оның қасында сол елдің дін өкілдері ортақ мәмілеге келіп отыр. Бұл әрекетімізбен баршамызға диалог қажет екенін айтқым келеді. the religious leaders. Екі жаққа бөлініп алу амалсыз трендке айналған заманда бет-бет отырып сөйлесу маңыздақ. Съезд дөңгелек үстеліндегі қашықтық алыс болды ма, тәрелкесіндегі жаңақтар аздық етті ме, түске қарай делегаттарды дастархан жайып ас үйге шақырды. Ұйымдастырушылар қонақтардың асқазанын бұзып алмайын деді екен, майлы қазық арта жал жая қойылмады, жай ғана еуропаша дастархан жайылды. Ал мен күн сәскеден ауып кетпей тұрғанда, ас қайырылып бітпей жатып, бата тілек сұрап алдым бәрінен. Қайтейін енді, барлық дін өкілі келгенде ғимараттың киесі артып, барша арман тілегі орындалып кетер. Әмин деп отырыңыздар. Well, I came here at 6 o'clock in the morning. Таңғы тілек десеңіз, таңғы 6-да ұшып келген сәтімді айтайыншы. Қалаларыңыз өте әдемі екен, тура осындай әдемі күндер көп болсын. Алдағы демалыс жақсы өтсін, бастысы бақытты болыңыздар. Жақсы көңіл күйдегі оптимизм тілеймін. Қазақстанның дамып, маңызды рөлде еңбек сіңіріп жатқанына, дұрыс бағытта бастап келе жатқан биліктің барына қуаныштымын. Жаңа Қазақстанды жаңа биіктіктерге жеткізетін бізге жастарға және осы көрермендерге тілейтінім, еліміз өркендей берсін, халықаралық аренада оның авторитеті нығая берсін, тек қана бейбітшілік пен тұрақтылық болсын. Қазақ халқы мен үкіметіне ерен еңбек үшін алғысым зор. Тыныштық, қауіпсіздік қарыштап дамуды тілеймін. Армандарыңыз орындалсын.